Мектептің тәрбие жұмысының тақырыбы ұлттық рухы биік, адамгершілігі жоғары, салауатты өмір салтын ұстанатын, елін өткенін құрмет тұтып, ертеңіне өз үлесін қосуды парызым деп білетін, жан-жақты білімді, қабілетті жанашыл тұлға қалыптастыру. Осы оқу жылы да дәстүрге айналған мектепке жол акциясымен басталды. Жалпы мектеп ата-аналары мен мектеп ұжымының демеушілігімен мектепке жол акциясы аясында 31 оқушыға 359 мың теңге көлемінде көмек көрсетілді. Сондай-ақ пандемиялық жағдайға байланысты қазіргі таңда мектеп тарапынан 49 отбасына уақытша пайдалануға ноутбук пен компьютерлер беріліп отыр. Ал 5 оқушыға 14 мың мен 35 мың теңге аралығында смартфон телефондары алынып берілсе, 10 оқушының интернет тарифі төленіп берілді. Мектептегі тәртіпсіздікті болдырмау және құқық бұзушылықтың алдын алу мақсатында құқықтық тәрбие және құқық бұзушылықтың алдын алу кеңесі құрылып, оның мүшелері сайланды. 16 қыркүйек күні жасөспірімдер арасында құқық бұзушылықтың алдын алу мақсатында мектеп әкімшілігі мен қалалық полиция департаментінің қызметкері Бейбіт Жанысбеков мектептің жоғары сынып оқушыларымен қашықтықтан видеоконференция өткізді. Конференция барысында қатысушылар сұрақтарын қойып, тұшымды жауаптарын алды. Ал 23 мен 30 қыркүйек күндері аралығында 7-8 сынып оқушылары мен жасөспірімдердің ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында әлімжеттік және кибербуллинг дегеніміз не? Егер әлімжеттіктің құрбаны болса, не істеуің керек тақырыбында Zoom платформасы арқылы психологиялық алдын алу және кеңес беру жұмыстары жүргізілді. Алайда осы 1-тоқсанда себепсіз сабақтан қалған, яғни онлайн форматына уақытылы кірмеген оқушылар да кездесіп жатты. Олар Нұрмолда Альмира 7-В сыныбы, Төлевханов Ернар 9-В, Садан Жақсылық 7-Б, Нұрсұлтан Санжар 7-Ә сынып оқушылары. Осы аталған оқушылардың үйлеріне рейд жүргізіліп, мектеп әкімшілігі мен мектеп инспекторы тарапынан түзету жұмыстары жүргізілді. 1 қыркүйек күні білім күніне арналған 1-4 сыныптарда Конституция біздің болашағымыз тақырыбында сынып сағаттары, 5-8 сыныптарда әділдікке үндеген Қожа Ахмет Ясауи тақырыбында адалдық сағаттары және 9-11 сыныптарда мамандық таңдау, ертеңді ойлау тақырыптарында сынып сағаттары өткізілді. 5 қыркүйек Қазақстан Республикасы тілдер күніне орай мектебімізде 4-18 қыркүйек аралығында тіл ұлттың байлығы атты тілдер декадасы өткізілді. Рухани жаңғыру бағдарламасын іске асыру мақсатында қазақ тілі пәнінің мұғалімі Раушан Рысбек қызын ұйымдастырумен латын әліпбиі қазақ тілінің жаңа көкжиегі тақырыбында онлайн пікір алмасу сағатын өткізді. 10 қыркүйек отбасы күніне орай отбасы бақытты мекенім акциясы өткізілді. Акция барысында тақырыпқа сай бейнеролик челленджі жүргізілді. 17 қыркүйек күні қашықтықтан оқыту кезінде балаға қалай көмектесуге болады атты бірыңғай ата-аналар жиналысы өткізілді. Аталмыш жиналыста балаларды ынталандыру және жауапкершілігін қалыптастыру мәселелері талқыланып, психологиялық кеңестер берілді. Қауіпсіз орта акциясы аясында мектебімізде жолда жүру ережесі бойынша абайлаңыз балақай атты 1-4 сыныптарда қауіпсіздік апталығы өткізілді. Халықаралық қарттар күніне арналған «Менің атам, менің әжем» атты бейнеролик челленджіне оқушыларымыз белсенділікпен қатысты. Мектебімізде балауса қыздар және жас жігер ұлдар ұйымы құрылып, жұмыс жоспары жасалып, іс-шаралар өткізіліп тұрды. 15 қазан күні мектепшілік балауса қыздар ұйымы жұмыс жоспарына сай бүгінгі замандағы бойжеткен келбеті тақырыбында қыздар арасында онлайн конференция өткізілді. Бала құқығы, адам құқығы іс-шаралар аясында және жас жігер ұлдар ұйымы жоспарына сай мектептің 7-11 сынып ұлдары мен қашықтықтан онлайн конференция өткізілді. Аталмыш конференцияда 2 тақырып қамтылды. Біріншісі сенің сақтығың сенің қолында және екіншісі бір туар батыр Бауыржан. Сонымен қатар осы бала құқығы, адам құқығы жоспарына сай мектеп психологтары мен сынып жетекшілері бала қауіпсіздігі басты назарда тақырыбында интернет платформалары арқылы ата-аналарға ақыл кеңестер беріп, өзара пікірлерімен бөлісті. Сондай-ақ біз тәуелсіз елдің ұрпағымыз, позитивті отбасымыз атты бейнеролик челлендждері ұйымдастырылды. 2020 жылдың 19-23 қазан аралығында мектебімізде оқушылардың бойында қазақстандық патриотизмнің құрамдас бөлігі ретінде дұрыс экологиялық дүниетанымды қалыптастыру мақсатында табиғат өмір бесігі тәрбие бастауы тақырыбында экологиялық тәлім сағаттары апталығы өткізілді.
Елбасымыздың рухани жаңғыру бағдарламасы мен ұлы даланың 7 қыры бағдарламалық мақаласының негізгі идеяларын іске асыру мен еліміздің тарихи мәдени мұрасын зерттеу, қалпына келтіру және сақтау, тарихи мәдени дәстүрлерді қайтару мақсатында мектебіміздің география пәнінің мұғалімі Айдана Рымова оқушыларға таңғажайып тамшыбұлақ атты танымдық онлайн саяхат ұйымдастырды. 2020 жылдың 31 қазан күні ең бақытты ел қоғамдық қорының ұйымдастыруымен республикалық әкелер форумы өткізілді. Аталмыш онлайн форумға мектебіміздің әкелері қатысты. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясының басымды бағыттарын түсіндіру мен насихаттау мақсатындағы іс-шаралар жоспары құрылып, адалдық сағаттары жүргізілді. Сондай-ақ Алматы облыстық сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі мен облыстық білім беру департаментінің ұйымдастыруымен өткізілген парасатты отбасы бейнеролик байқауына 10 А сынып оқушысы Серікбек Жібек қатысып, Серікбектер отбасы үздіктер қатарынан көрінді. Осы отбасы жайында облыстық Жетісу телеарнасы бейнебаян түсіріп, еліміздің түпкір-түпкіріне таратылды. Алтын күз мерекесін атап өтуде 1-7 сынып оқушылары арасында қолөнер жанры бойынша күз керемет атты онлайн байқау өткізілді. Жалпы осы байқауға 46 оқушы өз туындыларын жіберді. Нәтижесінде үздіктер қатарынан көрінген оқушылардың туындылары топтастырылып бейнеролик ретінде мадақталды. Балдәурен Қапшағай республикалық оқу-сауықтыру орталығының 2020 жылға арналған ауысымдардың кестесіне сәйкес Талдықорған қаласынан әр кезеңдегі бөлінген квотаға байланысты 30-дан астам бала демалып білім алуға мүмкіндік алды. Ал біздің мектептен осы жылы жолдамаға 3 оқушымыз ие болды. Олар түрлі байқаулардың жеңімпаздары мен жүлдегерлері. 8 сынып оқушылары көп балалы отбасынан шыққандар Айтмұхамбет Әбілмансұр мен Жексекен Алтынай және 9 сынып оқушысы толық емес отбасынан шыққан Демеутай Гүлім. Қорытынды ұсыныстар. Көп балалы, толық емес, әлеуметтік жағдайы төмен және сәтсіз отбасы балаларымен жүргізілген жұмыстар жалғасын тапсын. Сынып жетекшілері мен пән мұғалімдері сабақтан қалатын және сабаққа кешігіп келетін, сондай-ақ қашықтықтан оқыту кезінде уақытылы кірмейтін оқушыларды анықтап, тиісті жұмыстар жүргізілсін. Сыныпта құқық бұзушылыққа, нашақорлыққа, жат діни ағымға, жыныстық тиіспеушілікке, суицидтік жағдайдың алдын алуға, экологиялық тәрбиеге байланысты және адалдық пен азаматтық жауапкершілік тақырыптарында тәрбие сағаттары, ұлдар және қыздар жиналыстары жалғасын тапсын. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.